Бұл аятта өзі өмірінің соң жағында түскен аяттар Алланың рахметінің арқасында маңайыңдағы адамдарға жұмсақ болдың ғой дейді. Жұмсақ. Егер қатал, ауыр, қатал жүректі адам болғаныңда дейді. Лән фадду мин хаулик, қасыңдағы маңайыңдағылардың бәрі кетіп қалатын еді дейді, сені тастап. Түсініңіз? Кімде-кім ендеше шәкірт жинағысы келсе, кімде-кім маңайында жұмыс беріп, адамдарға жұмыс істеткісі келсе, яғни маңайында жақсы адамдардың жүргенін қаласа, ендеше адам не істеу керек? Жұмсақ болу керек екен. Өйткені Алланың елшісі айтады, жұмсақтық кірген жер оңалады дейді. Жұмсақтық кірмеген жер сынады дейді. Жұмсақтық, әр нәрсе жұмсақтықпен болу. Жұмсақтық деген сөз мына қадағалау, тәртіп деген ол бөлек мәселе. Жұмсақтық деген нәрсе жалпы жұмсақтық бұл. Қаттылық емес. Қаттылық пенен тәртіп, жүйе, дисциплина бұл бөлек нәрсе. Бұл қаттылық емес ол. Жалпы сол үшін Алла Тағала айтады: "Фаъфу анхум вастағфир лахум" дейді. Екі нәрсемен айналыс деп тұр ғой басшы адам. Біріншіден, оларды елеме дейді, елеме. Елемеу деген нәрсе кемшіліктерін көрген кезде кешіре білу ғой. Екіншісі, олардың күнәлары үшін кешірім сұра. Сен кешірім сұра дейді. Отбасыңыздағы бала шағаң үшін, әйелің үшін Аллахым бұлардың күнәларын кешір деп әке дұға тілеу керек. Інілеріңіз үшін қол астыңызда кім бар, соларға. Екіншісі, оларды елемеу жалпы. Бірақ елемей отыра оларды тәрбиелеу. Міне Алла Тағаланың осы бұйрығының алқасында Алла Тағала келесі аятта айтады: "Уама арсалнака илля рахматан лил аламин". Біз сені бүкіл әлемге дейді. Мүміндерге рахым қылып жібердік деп тұрған жоқ. Бүкіл әлемге. Бүкіл әлемге.